Армысыздар көрермен, бүгінде смартфон ұстамайтын адам жоқ. Жаста кәріде шұқшиып телефонға үңіліп отырады. Ал мұның адам санасына, жадына және денсаулығына өте зиян екені жиі айтылады. Тіпті мидың жұмысын тежейді, миды құлдыратады деп жатыр. Әсіресе жылт етіп өте шығатын қысқа видеолардың зияны көп. Бірінші кезекте адамның зейінін тежейді екен. Қысқа арзан қол, мәнінде шамалы видеоларды үнемі көретін адам кино көруге, қысқа әңгіменің өзін оқуға қабілетсіз болып қалатыны айтылып жүр. Ал ондай видеолар интернеттің TikTok пен Reels платформаларына толып жүр. Шет-шегі жоқ қысқа видеоларды бірінен кейін бірін көріп қуалап отыратын адамдар өте көп. Олардың милары шіріп, қабілеттері төмендеп жатыр. Зерттеушілер TikTok пен Reels видеоларын көру ми жұмысына кері әсер етеді. Адамның ынтасы мен талпынысы төмендеп, өмірге деген құлшынысы жойылатынын айтады. 2024 жылы ең көп қолданылған сөз Брайан Рот деген сөз екен. Оның аудармасы мидың шіруі немесе мидың құлдырауы дегенді білдіреді. Осы сөздің жыл бойы ең көп қолданылғанын Оксфорд университеті анықтап, Брайан Рот 2024 жыл сөз деп жариялады. Бұл сөздің нақты мәні мен мағынасын түсіндіру үшін америкалық ғалымдар бұқаралық ақпарат құралдарында сөз алды. Оқымыстылар адамның миында хабенула деп аталатын маңызды аймақ бар екенін айтады. Хабенула шешім қабылдау, зейін қою немесе зейінді өшіру сияқты функцияларға жауап береді. Хабенула адам алаңдайтын нәрседен немесе шаршаудан құтылғысы келетін кезде іске қосылады екен. Мұндай сәтте адам әлеуметтік желілерге кіріп ұзақ уақыт Reels немесе TikTok видеоларын көреді. Егер адам маңызды нәрсемен айналысу керек болса, хабенула оны ұзақ уақыт бойы әлеуметтік желілерді ақтара беруге итермелейді. Адам телефонын қойғысы келсе де, хабенула оны тоқтамауға мәжбүр етеді. Нәтижесінде әлеуметтік желілерге тәуелділік пайда болады. Балалар әлеуметтік желілерде ұзақ отырады. Орындарынан тұрғаннан кейін жаңа ғана көрген контенттің мазмұнын есіне түсіре алмайды. Яғни қысқа, жылдам контенттер жадыны жояды екен. Мұндайдың әсерінен ми өзінің ынтасын жоғалтады, ал адамның қалыпты өмірге қайта оралу қиындайды деп жатыр. Хабенуланың әрекетінен зейін төмендейді. Адам пайдалы істерді кейінге қалдыруды әдетке айналдырады. Жады нашарлайды, ойланудан қалады, өзінен өзі әр нәрсеге алаңдайтын болады, қуастанады. Осылардың әсерінен адам делқұлы күйге түсіп, онда мең-зең күй пайда болады. Жоғарыда айтқан мидың шіруі дегеніміз адамның мән мағынасы жоқ қысқа видеоларға деген тәуелділігі салдарынан ми қызметінің бұзылуы. Ғалымдардың пікірінше үздіксіз TikTok және Reels көру адамның ойлау қабілетін тежейді, шешім қабылдай алмайтын болады, оған өмір сүреңсіз болып көрінеді. Мұндай ахуалдан құтылу керек, әсіресе жас балалардың миын сақтау қажет. Ол үшін мамандар видеоларды күніне 1-2 сағаттан артық көрмеуге, қысқа видеоларды қоспай, назарды пайдалы контенттерге бұруға, күнде бір мезгіл кітап оқуға, қабілетті дамытатын ойындарды ойнауға, дене шынықтырумен айналысуға кеңес береді. Осы әрекеттер миды құлдыраудан сақтайды деп жатыр. Адам үйдегі жандармен көбірек сөйлессе, таза ауада серуендесе, интернетте мейлінше аз отырса, соған бірте-бірте дағдыланады. Жылдың сөзі болған мидың шіруі немесе мидың құлдырауы интеллектуалдық белсенділіктің жоғала бастауын көрсетеді деген пікір айтылуда. Ал бұл интернетте немесе әлеуметтік желілерде сапасыз, мағынасыз контентті шамадан тыс тұтынумен байланысты. Бұл ахуалға байланысты пікір білдіріп жатқандар аз емес. Басылымдарда жарияланған пікірлердің бірі белгілі блогер, пиар маманы Әлішер Елікбаевқа тиесілі. Блогер бүгінде балалардың зейіні жоғалып бара жатқанын айтады. Біздің балаларды байқасаңыз, олар киноны қарай алмайды. Басынан соңына дейін қарамайды, өтіп кетеді. Өзімнің балама қарасам, ол да отыра алмайды. YouTube'те 20 минуттық бағдарламаны қосқанымен 2 минутын ғана қарайды. Қызық емес дейді Әлішер Елікбаев. Оның сөзінше жастар 1,5 сағат телефон ұстамай кино қарай алса, бұл жақсы нәтиже болар еді. Мінеки әлеуметтік желілер, соның ішінде әсіресе TikTok және Reels видеолары бізді осылай құртып жатыр екен. Жастар мен балаларды бұдан қалай құтқарамыз? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.